Сәлем достар, барлығымыз да мультфильмдерді көргенбіз. Бірақ сол мультфильмдерді түсініп қарасақ та, кейбір адамдар, тіпті кішкентай балалар ғана емес, ересектердің өздері де мультфильмдердегі отсылкілерді таба алмай жатады. Бүгін достар, мен сіздерге мультфильмдердегі жасырын құпияларды көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер, арнаға тіркеліп лайк басыңыздар. Ал сіздермен бірге Азамат KZ видеомызды жалғастырамыз. Барлығымыз білетін Nickelodeon студиясының Губка Боб мультфильмі. Бұл мультфильмде мистер Крабстың қызы болады, бірақ ол кит. Ол не үшін кит? Ал оның әкесі краб. Яғни қалай бұл сонда? Мен бұл сұраққа жауап бере аламын. Бұл туралы керемет теория бар. Яғни мистер Крабс оның анасымен таныс болған және де оны құтқарып алған деген теориялар келеді. Оларға бір үлкен белгісіз балық шабуылдаған, сосын мистер Крабс оны құтқарып алған. Ал оның әкесі қайда, анасы қайда десеңіздер, анасы сол уақытта қайтыс болып кеткен. Ал әкесі Губка Бобтың кейбір сериясында түрмеден байқауға болады. Мінекей достар, Губка Боб теориясы осындай. Мұзды жүрек мультфильмдегі Альза және Эннаның әкесі мен анасы және інісі, олар сапарға шыққан кезде қайтыс болмаған, яғни олар бір аралға тоқтап, сол жерде өмір сүрген. Ал сосын Тарзан дүниеге келген. Тарзан осы екеуінің інісі. Және осы мультфильмде Рапунцель мен Микки Маустың отсылкасын байқауға болады. Микки Маустың отсылкасын келесіде көрсетемін. Ал Рапунцель осы видеода қалдырайын. Мінекей, сол жақ бұрышқа қарасаңыздар, Рапунцельді байқауға болады. Головоломка мультфильмдегі піл. Бұл қызының есінде сақталып қалған және несімен сақталған? Бұл кім? Бұл сұраққа мен сіздерге қазір жауап берейін. Сіздерге де бұл қызық болып тұрған шығар. Бұл піл корпорация Монстровтағы құбыжық, яғни ол күлдіртетін кезде келіп қызды күлдіртіп оның есінде қалған. Ариэльдің анасы. Ариэльдің ең алғашқы мультфильмдерінде Ариэльдің анасын мүлдем көрсетпейді. Тек әкесін және Ариэльдің қарындастары мен әпкелерін көрсетеді. Ал кейін Ариэль туралы жаңа тағы да бір мультфильм шықты. Сол кезде анасының пираттардың қолынан қаза тапқанын осы мультфильмде айтатын болады. Ал олар қандай пираттардан қаза тапқан сіздерге қызық шығар? Диснейдің енді басқа мультфильміне өтейік. Бұл жерде Питер Пен мультфильмі. Және осы жерде Ариэльдің қарындастары және де Ариэльге қатты ұқсайтын қыз бар. Мінекей. Және осы жерде қармақ қол да бар. Дәл осы пират Ариэльдің анасын өлтірген. Тіпті оның корабльдерде өте қатты ұқсайды. Мән беріп екі мультфильмге қараңыздар. Және Питер Пеннің сол сериясында жақсылап көріңіздер. Осымен достар, видеомыз соңына да келіп қалды. Лайк басыңыздар, арнаға тіркеліңіздер. Және де тағы осындай видео шыққанын қаласаңыздар, міндетті түрде комментарийге жазып кетіңіздер. Қандай видео шығарайын, соны да комментарийге жазып кетіңіздер. Ал сіздермен бірге болған Азамат KZ, арнаға тіркеліңіздер. Сау болыңыздар, келесі кездескенше аман жүріңіздер.